Перзент ата-анаға Алланың берген аманаты әрі үлкен сыйы. Халық даналығында ел болам десен, бесігінді түзе дейді. Дүниеге қыз бала келсе, кесте тігер келді деп сүйеншілеген. Халқымыз қыз тәрбиесіне әуелден ерекше мән беріп, қызға 40 үйден тыю салып, жүріс тұрысын қадағалап, бойына ізгі қасиеттерді сіңіре білген. Анасын не деп отыр? Қызым, мен құрақ құрап отырмын. Құрақ құрау ол қазақ халқымыздың ежелден келе жатқан қолөнердің бір түрі. Бұрын әжелеріміз сендер сияқты қыздарға құрақ құрауды кішкентай кезінен үйреткен екен. Сонымен қатар құрақ құрау ол татулықтың, ынтымақтың белгісі. Яғни отбасы мүшелері қызым тату-тәтті бірлікте өмір сүру керек деген мағынаны білдіреді. Анасым неге матады алдын? Мысалға, қызым, мына қызыл түс ол оттың, өмірдің белгісі. Сіздерді жамандықтан, тіл көзден сақтасын деген мағынада алып отырмын. Ал жасыл түс, қызым, ол өсудің, дамудың белгісі. Жақсы ма? Ал сары түс дегеніміз ол даналықтың нышаны, күн сияқты жарқырап жүрсін деген мақсатта алып отырмын, қызым. Кел, ендеше мен саған құрақ құрауды үйретейін. Ертеде әжелеріміз балалардың дүниесі бүтін болып, жан басы мен мал басы көбейсін деген ізгі ниетпен құрақ құраған. Құрақтан жасалған әрбір бұйымда ананың мейірімі, отбасыға деген қамқорлығы мен ақ тілегі сақталған. Құрақ тек тұрмыстық қажеттіліктен туған қолөнер ғана емес, ол ұқыптылықтың, үнемшіліктің және шеберліктің белгісі. Қызымнай маталардан, қиындылардан екеуміз қиып-қиып, құрақ көрпемізді жалғастырайық тігіп, жақсы ма?